Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика негіздері оқу қызметі. Бүгінгі өтетін тақырыптарымыз ынтымағы жарасқан отбасы, алдыңғы, кейінгі, заттардың қасиеттері, достарыммен ойнаймын. Балалар, оқу қызметімізді бастамас бұрын шаттық шеңберін бірге айтып алайық. Шуақ шаша алтын таңда, мөлдір таза ауада, табиғаттың бәрі оянады. Қайырлы таң балалар. Сәлем бердім, саған елім, тал бесігім, туған жерім. Сәлем бердім бәріңізге. Балалар, өте жақсы. Оқу қызметімізді бастайық. Бүгін біз отбасы туралы айтатын боламыз. Отбасы дегеніміз не балалар? Отбасы сөзін сен қалай түсінесің? Отбасында қандай мүшелер болады? Отбасында ата, әже, әке, ана және де балалардан тұрады. Балалар, бүгін біз алдыңғы және кейінгі тақырыптар бойынша тапсырмалар орындайтын боламыз. Ендеше жұмыс дәптерімізді ашайық. Бірінші тапсырмада отбасы мүшелерін ата. Кім қай вагонмен келе жатыр? Кім кімнің алдында келе жатыр? Әжемнен кейін және анамның алдында кім келе жатыр? Атам қай вагонда келе жатыр? Әр вагонды реттік нөмірмен сызып қос. Вагонның ең біріншісінде келе жатқан ол кім? Вагонға мұқият қарап, сызықтармен сызып қосамыз. Және де сұрақтарға жауап береміз. Кім қай вагонмен келе жатыр? Балалар, біз осы тапсырмада қандай сөзді естідік? Алдыңғы және кейінгі деген сөздерді естіп тұрмыз. Ендеше алдыңғы және кейінгі сандарды біз қалай анықтаймыз? Оны білу үшін мына видеоны бірге қарап алайық және де мұқият түсініп ал. Алдыңғы сан және кейінгі сан. Біз қосу мен азайтуды үйрену үшін алдымен алдыңғы сан және кейінгі сан дегенді түсінуіміз керек. Мысалы, 3 санының алдында 2 саны. 3-тен кейін 4 саны келеді. Санға бірді қосқанда кейінгі көршісін, бірді азайтқанда алдыңғы көршісін айтасың. 5-тен бірді азайтқанда алдыңғы көршісі 4 болады. 5-ке бірді қосқанда кейінгі көршісі 6 болады. Біз көршілерді шатастырмау үшін жаттығуымыз керек. Ол үшін мен қазір бір сан айтам. Сен осы санның алдыңғы және кейінгі көрші сандарын айт. Жарайды. 5 4 6 8 7 9. Балалар, мына видеодан соң біз алдыңғы және кейінгі санның қалай анықтайтынын біліп алдық. Ендеше осы тақырып бойынша тапсырма орындайық. Қалдырылған сандарды ата. Сол сан жазылған карточканы тауып, сызып қос. 12 және 14 санның ортасындағы қалдырылған сан қандай сан? Дұрыс айтасыңдар. 13 саны. 13 санның ортасына жазып, 13 саны жазылған карточкамен сызып қосамыз. Тапсырманы әрі қарай осылай орындаймыз. Балалар, енді екінші тақырыбымызды бастайық. Екінші тақырыбымыз достарыммен ойнаймын, заттардың қасиеттері деп аталады. Бірінші тапсырмада заттарды түсіне қарай бөл. Әр түстен неше зат барын сана. Мысалы, қызыл түсті қанша зат бар екен? Мұқият санаймыз. Балалар, бұл жерде қызыл, сары, көк, жасыл, қызғылт сары және қызғылт түсті ойыншықтарды санап, санын жазамыз. Заттардың түстеріне мән бер. Екінші тапсырмада берілген пішіндерді
дәл осылай заңдылықты сақтап жазып шығамыз. Мұқият және таза жазуға үйрен. Келесі үшінші тапсырмаға қарайық. Әр қатардағы фигуралардың ортақ белгісін тап. Бірінші қатарда шаршы, дөңгелек, үшбұрыш. Яғни түстері бірдей, көлемдері бірдей, жапсырмадан тауып алып жапсырамыз. Келесі үшбұрыштердің көлемдері әртүрлі және де түстері де әртүрлі. Қажетті белгіні тауып жапсырамыз. Ал келесі тапсырмада шаршылардың түстері әртүрлі, көлемдері бірдей. Заттарға ортақ белгіні тауып, жапсырмалардан алып жапсырамыз. Балалар, бүгінге берілген тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасауды ұмытпа. Балалар, сендерді келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Алдағы жаңа жылда жаңа білім игеруге асық болайық. Алда енді 10 күн қысқы демалыс уақыты. Демалысты қызықты да көңілді өткізулеріңе тілектеспін. Демалыстан соң жолыққанша, балалар, мен сендерді асыға күтетін боламын. Сау болыңдар.